Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер! Қалдарыңыз қалай? Жақсы! Жақсы. Ендеше осындай жақсы көңіл күймен біз бүгін сабағымызды бастаймыз, Сабағымызды бастамас бұрын сіздер галереяға келіп отырсыздар. Яғни біздің галереямызда суретшілердің суреттері көрмеге қойылған. Осы суретшілердің суреттері сіздердің де шығармаларыңызбен толықтырылуы мүмкін. Ол үшін біз бүгін 5 алаңда жұмыс жасайтын боламыз. Галерея деген білеміз ғой не екен? Жақсы. Ендеше галереяға кіру үшін не керек? Билет керек. Жақсы. Ендеше менің қолымда галереяның билеттері бар. Осы билеттерді таңдау арқылы әркім өз алаңына жайғасатын болады. Жақсы. Келіп бір-бірден галереяға билет ала қойыңыздар. Жақсы, енді біз 5 алаңға жайғасып болса, бізден суреттерге барлығымыз назар аудара қояйық. 5 алаңға жайғасып болсақ, суреттерге назар аударамыз. Суреттерде не бейнеленген бірінші? Және бүгінгі біздің тақырыбымыз Иса Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасы мен сюжеті, композициялық құрылымы. Біз Иса Байзақовты осымен 2-ші сабақ өтіп жатырмыз. Алдыңғы жылы жалпы мазмұнымен танысқанбыз. Енді бүгін біз әрі қарай сюжетімен және композициялық құрылыммен кейіпкерлеріне мінездене отырып, әрі қарай талдау жұмыстарын жүргізетін боламыз. Суреттерге назар аударайықшы, Таня. Не бейнеленген суреттерде? Гүлназ, бірінші сурет бар, қайсыңыз? Мен төртінші суретті айтқым келіп тұр. Төртінші суретте бізде бала бейнеленген, бала және телефон бейнеленген. Бала телефон арқылы көріктеніп жатыр. Ол рухани азық жинап жатқан жоқ. Бұл жерде телефонды күнде шықып, сондай сияқты нәрселер жасап тұр. Бұнымен біз қазіргі заманның балаларын айта аламыз. Қазіргі заманның балалары, ғаламтордың балалары ғаламтордан шықпайды, ғаламтордан көріктенеді. Жақсы, рахмет. Кім толықтырамыз ба, Сабина? Бұл жерде бала туылғаннан бастап телефонмен қуаттанады, тамақтанады және осы телефонға тәуелді болады. Жақсы. Бұл сурет балалар қазіргі уақыттағы танымал қазақстандық жас суретші Аңсаған Мұстафаның суреттері. Оны тағы да Инстаграм парақшасынан қарап көруіңізге болады. Басқа суреттерге де тоқталайық. Тағы Нұрила. Мен 5-ші суретке талдау жасағым келіп тұр. 5-ші сурет. Бұл жерде біздің қазақ батырлары, яғни бұл суретте біз оқиғаны айтатын болсақ, менің ойымша бұл жерде жоңғар шапқыншылығы кезіндегі қазақ батырларының біздің жерімізді, елімізді қорғап жатқандығын аттың үстіндегі бейнеленген суреттер. Жақсы, толықтыратын бар ма? Сол толықтыра ғой. Басқасын айтасың ба? Мен 3-ші сурет айтып. 3-ші сурет туралы. Жақсы. Бұл жерде Сталин, Ленин және Голощекин бейнеленген. Бұл КСРО заманында оларға жеке басқа табыну болды және оларға қарсы шыққандарға қуғын-сүргін мен репрессияларға тудырды. Ұшырады. Жақсы. Және ол жерде халықты көрсетіп тұр. Яғни ол халықтың билікке үйіліп жатқан қаңқалар, адамның бас қаңқалары, бас сүйектері көрініс табады, Жақсы. Рахмет. Толықтыратын бар ма? Осы суретті толықтыратын? Бұл жерде менің ойымша автобус жолағында кесілуі болып жатыр. Яғни репрессия құрбандары, ашаршылыққа ұшыраған халық, репрессия құрбандары. Яғни Сталиннің кезінде Ленин, Голощекин білесіздер, қолдан жасалған ашаршылық болды. Жақсы. Келесі тағы қандай сурет? Қалымхамед? Мен 2-ші сурет айтып. Бұл 2-ші суретте 1930-1933 жылдардағы ашаршылық кезіндегі осы Қазақстан жерін басқа мемлекеттерге көшкен адамдар туралы көрсетіліп тұр. Яғни ашаршылық кезінде ойлайсыз, ашаршылық кезіндегі халықтың өз елін жерін тастап кетуге мәжбүр болуы. Жақсы. Мынау жерге қандай кезең? 1-ші сурет. Анжу? Бұл жерде қағазшылық берілген деп ойлап тұрмын. Ашаршылық кезеңдері бұл қолдың берілген суреті, ол қолдан жасалған ашаршылық деген
мәнді береді. Және де халықтың сол кездегі ашаршылықтан қайтыс болғаны, қаншама миллиондардың қырылғаны ол осы қолдан жасалған ашаршылықтың белгісі деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Яғни бір үзім нан мен қара суға зар болу. Бейнеленген міне бір үзім нан мен қара су. Халықтың қылып жатыр, яғни бір үзім нан мен қара суға зар болуы. Енді қараңыздар, жалпы біз Иса Байзақовтың «Құралай су» поэмасын оқыдық, Енді осы оқығанда, осы суреттердің ішіндегі қай сурет шығарманың мазмұнымен сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Менің ойымша соңғы сурет жауға шапқан шұғылды кезеңіне келеді. Ол шығарманың ішінде жауға шапқан шұғылды кезеңі бейне алады. Яғни көрініс тапқан, қалай ойлайсың, келісесіздер ме? Жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Ендеше шығарманың мазмұнында жалпы жоңға шапқыншылығы тағы қандай тарихи оқиға бар? Ақтабан шұғырында ақыл көрсіғама. Осы туралы айтып жүресіз бе? Ақтабан шұғырында ақыл көрсіғама 1723-1727 жылдары жоңға шапқыншылығы кезінде болған үлкен зардап тигізу болады қазақ халқына. Себебі қазақ хандығының ұлы жүз аумағын жоңғарлар толығымен жаулап алды. Жақсы, Расул, рахмет саған. Сондықтан сол жердегі тұрғындарға заттарын жинауға келмегендіктен олар көшуге мәжбүр болды. Жақсы, рахмет. Енді бүгін біз жаңа айтып өттік, сабақтың бізде тақырыбы «Құралай су» поэмасының сюжеті мен композициясы. Бүгінгі сабақтан сіздер қандай мақсат күтесіздер? Қайны, бүгінгі сабақта біз не үйреміз, не қоямыз деп ойлайсыздар, қандай мақсат күтесіздер? Лиля? Мен өзім сыныптастарымнан мен білмеген мәліметтерді маған түсіндіріп, мен көп білетін үміттемін. Ал менің мақсатым жаңағы Иса Байзақовтың «Құралай су» поэмасын тереңірек біліп, жаңағы өзім достарыммен де бөлісе аламын. Жақсы, рахмет. Тағы басқамызға қандай мақсат күтеміз бүгінгі сабақтан? Айта қойыңыздар. Жәнетке қандай мақсат күтесіз? Мен бүгінгі сабақта осы сыныптастарыммен өте жақсы достық жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Және де осы «Құралай су» поэмасы бойынша өзім білген ақпараттарды басқа білмеген сыныптастарыммен бөлісемін деп беремін. Жақсы, рахмет. Енді сіздердің жалпы мақсаттарыңыз бүгінгі шығарма жайлы толығырақ ақпарат беру. Енді бүгінгі сабақтың мақсатына тоқталып өтейік. Жалпы бүгінгі сабақта біз көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табамыз, образ сомдаушы бөліктерді жинақтаймыз және шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру жұмыстарын жүргіземіз. Енді осындай мақсатты күтетін боламыз. Ал жалпы бүгінгі сабақта біз белсене қатысқан оқушыларға мен, яғни мынау көріп отырсыздар, бұл не? Қуат. Яғни осы қуат арқылы сіздер бүгін білімдеріңізді шыңдайтын боласыздар. Мен әрқайсыңызға мынандай қуат көздерін беретін боламын және осындай қуат батареяларын тарататын боламын. Сіздер осы батареяға әрқайсыңыз сабаққа белсене қатысу арқылы қуатталатын боласыздар. Әрқайсыңызға мен қазір таратып шығайын. Өткен жолы біз автордың шығармашылығымен өмірмен таныстық. Автор кім бізде? Иса Байзақов. Енді жалпы автордың өмірі шығармашылығы жөнінде өткен тақырыпты еске түсіріп өтейік. Ол үшін мен сіздердің WhatsApp әлеуметтік желілеріңізге сілтеме жібердім. Яғни Wordle платформасындағы сұрақтар. Осы сұрақтарға сіздер ашып жауап берсеңіздер. Барлығымыз сілтемені ашайық. Сілтемені ашайық. Және аштық па? Ашсақ, осы сұрақтарға бірінші топ болып ақылдасып жауап береміз. Бірінші сұрақтардың топ болып ақылдасып алыңыздар. Ұяшықтар жасырынған. Осы ұяшықтарды сіздер таңдау арқылы жауап бересіздер. Ақылдасып па? Ал бірінші ұяшықтық туралы кім айтады? Бірінші ұяшық бойынша? Бірінші ұяшық бойынша Іңкәр, қандай сұрақты оқып жүрем? Сіздер кері байланысқа дайындалып тұрсыздар. Дұрыс емес, яғни өздеріңіз пікірлеріңізді айтасыздар. Сақылы Иса Байзақовтың қандай таланты ерекше басым болды? Бұл сұлық талант.
Келісеміз ба? Яғни толықтыратын кім бар? Қандай тағы да қабілеті болды? Иса Байзақов көріп салма ақын болды. Ол кез келген жағдайдан өзімен өзі өлең шығара алатын қасиеті болды. Жақсы, иә, келісеміз. Яғни айтыс ақын, айтыскер ақында бола алды және бірден импровизация, суырып салма ол өнер болды. Екінші яшық бойынша сын бар? Алтыншы яшық, жақсы. Иса Байзақов қай жылы қай жерде дүниеге келген? Павлодар облысы Ертіс ауданы Үлгілі ауылында 1943 жылы дүниеге келген. Жақсы, рахмет. Дұрыс па? Келісеміз ба? Келісеміз. Келесі Аружан. Қай яшық? Үшінші яшық 1926 жылы, 1929 жылдары Иса Байзақов еңбек еткен. Ол қазақ әншісі. Қазақ драма театрында еңбек етті. Келесі яшық қайсы тағы басқа айтпағандарымыз да қосылып отырайық. Арғын айта ғой, Аружан. Иса Байзақов қандай жанрды дамытуға үлес қосты? Поэма? Келісеміз ба? Яғни поэма жанры. Қандай поэмалары болды? Кім айтады? Қандай поэмалар? Құралай сұлу біз оқып отырған, поэмасы. Ендеше соны дамытуға үлес қосқан. Тағы соңғы яшық кім? Еркемай? Сан қырмай Иса Байзақовтың қандай таланты ерекше басым болды? Ол суырып салма ақын болды. Жақсы, оны жауап берді. Біз негізі. Тағы басқа яшық бар ма бізде? Қай яшық? Айтылмаған қай яшық? Ақжібек? Дәрмен Иса Біржан Сарап қойылымында кімді сомдаған? Басты рөлдегі Біржан сомдаған. Дұрыс, яғни Біржан Сал поэмасында ол Біржанның рөлін сомдаған екен. Бізде жауап берген кімдер? Яшықтарға Гүлназ жауап берді және Іңкәр жауап берді. Әркім жеке қалай қуатталады және топпен де қалай қуатталады, соны байқайтын боламыз. Мына жақта Аружан жауап берді. Сіздерде Еркемай жауап берді. Сосын Сымбат пен Ақжібек және Аружан жауап берді. Жақсы, рахмет, балалар. Енді әрі қарай біз жұмыс жасайтын боламыз. Балалар, сіздер алаңға бөлініп отырсыздар, Қандай алаңдар? Сіздер? Тарихшылар, зерттеушілер, суретшілер. Бұл мамандық иелігін сіздер білесіздер. Немен айналысады, білесіздер ғой? Білеміз. Ендеше, қазір сіздердің алдарыңызда постер бар, маркерлер бар. Әрқайсыңызға бірінші топтық тапсырманы беретін боламын. Экранға назар аударайық. Бізде бірінші алаң әдебиетшілер алаңы, тілшілер алаңы, суретшілер алаңы. Енді әрқайсыңызға қазір тапсырма беретін боламын. Міне, топтық тапсырмалар. Зерттеушілер алаңы шығарманың зерттеушілер алаңы шығарманың мазмұнын басқа ұқсас шығармамен салыстырасыздар. Біз осыған дейін өткен басқа шығарма бар. Яғни Құралай сұлу поэмасымен мазмұны ұқсас келетін. Сонымен салыстырасыздар. Екінші топ әдебиетшілер алаңы шығарманың композициялық құрылымын талдайсыздар. Үшінші топ суретшілер алаңы шығарма мазмұны бойынша 2-3 тірек сөз жазып, солардың суретін саласыздар. Және тарихшылар алаңы шығарма мазмұны бойынша тарихи оқиғаларға нақты тоқталып, оған анықтама бересіздер. Келесі тілшілер алаңы шығармада армансыз адам, қанатсыз құспен тең деген ұғым бар. Осыны басшылыққа ала отырып, армансыз адамды тағы басқа немен салыстыруға болады. Соны анықтап жазасыздар. Тапсырма түсінікті ма? Тапсырманы орындауға 7 минут уақыт. Ерте болған топ белгі береді. Және таратпа материалдары бар. Соларды да пайдалана отырып, ескеріңіздер. Оларға да назар салып қойыңыздар. Пен ақылдасып жұмыс жасайық. Сіздер армансыз адаммен қандай неге салыстыруға болады жалпы. Әркім өз идеяларыңызды ойларыңызды айтып отырыңыздар.
оппозициялық болған. Üç minut kaldı vallahi. Jası balar vakit ayakkabı. Olgan top belgi beremiz. Qay top ayakladı belgi beremiz. Tezirek kim ayakladı top oldu? Жақсы bizde zertewçiler topu bolgan. Жақсы bizde tilçiler topu ayakladı. Tağı başka toplar tezirek ayakladı. Endi vaqt boldu. Жеткілікті berildi sizlerge. Енді бізде бірінші болып аяқтаған зерттеушілер тобын тақтаға, яғни шығарамыз. Зерттеушілер тобы бүгін бізде қонақта. Мынау бізде ашық микрофон деп аталады. Ашық микрофонда зерттеушілер өздерінің тақырыпқа қатысты зерттеулерін ұсынатын болады. Бәріміздің назарымыз зерттеушілерде. Микрофон сіздерде. Biz Батыр баянда. Бұл кезде Құралай сүйіншінің анасы қалмақ болды. Және Батыр баян Құралайда анасы қазақ, әкесі қалмақ. Мына жерде Батыр баянда Моян мен Құралайдың баянның болған қаза табуы, ал Құралай суда Құралай жолбасында қаза табуы. Жақсы. Бұл жерде Батыр баян поэмасында Қалмақ қызы Құралайдың тұтқынға түсуі, ал Құралай сұлу поэмасында Кеден байдың тұтқынға түсуі айтылған. Бізде екі шығармада екі ұқсастық. Біз бұл жерде Батыр баян 2 жасынан қашып кетуі, ал Құралай суда екі шығармада да Құралай атты сұлу қыз бар. Жақсы, тоқтасына тағда кері байланысып кетейікші кәне. Жалпы қандай шығармамен салыстырды? Батыр баян шығармасымен салыстырды. Келсесіздер ме? Ұқсастық көп па Батыр баян шығармасы? Жақсы, тағы айтып жүрейік. Қалай бағалайсыздар кәне? Бармақпен бағалайықшы. Өте жақсы, бәрімізде өте жақсы керемет деген баға бердік. Енді кері байланыс беріп жіберейік. Гүлназ, кері байланыс қандай? Зерттеушілер дискрипторға сүйене отырып. Мен дискрипторға сүйене отырып, зерттеушілер алаңын жақсы жұмыс жасады деп айта аламын. Өйткені олардың шығарма бойынша олар ұқсас шығарманы табу керек болатын. Ал олар Батыр баян деп ұқсас шығарманы тапты. Салыстыру жұмыстарын да жүргізді. Және олардың ерекшеліктерін де айтып кеттім. Және ұқсастықтарын айтып кеттім. Мен сол үшінде осы топқа жақсы баға беремін. Жақсы, дискриптор бойынша барлығын орындады. Енді мына топқа біз қол соғып қоямыз. Рахмет, орындарыңызға жайғасыңыздар. Келесі топ бізде кім? Келесі топ қай топ? Келесі топ бізде тілшілер тобы. Бүгін бізде галереямызда тілшілер тобы, тілшілер тобына армансыз адам, санатсыз пендем деген тақырып беріледі. Соны өрбітіңіздер. Ал, бастаймыз. Бәріміздің назарымыз тілшілерде. Бізде армансыз адамды қанатсыз құсмен басқа қандай мен салыстыруға болады деп бізге шашыма тіледім. Біз армансыз адамды ердіңіз тамақтарын кеңестірдік. Өйткені тыс ол адамға жаңағыдай тамақтар ең керек, ең нағыз
ол саналады. Тұзсыз тамақты дәмі болмайды, ал тұзсыз тамақты ешкім жақсы көрмейді. Одан кейін ормансыз болғандай, егер де орман болмаса, бұл табиғатқа, әсем табиғаттың көркемділігімен өзі бұлдай сарай алмайды. Жалпы бұл орманның көркемдігіне, табиғаттың әдемілігіне байланысты көңілі толып шырқап өлең айтады. Жақсы, рахмет. Тағы неме салыстырдыңыздар? Тағы біз күнсіз жерді салыстырдық. Себебі күнсіз жерде күнсіз барлық қап-қараңғы болады, және де өсімдіктер өспейді. Өсімдіктер бізге ауа береді. Сол үшін жерде ауа болмайды. Яғни, сол сияқты армансыз адам да болмайды екен. Келесі армансыз адам бояусыз суретшідей. Себебі бояусыз суретші сурет сала алмайды. Егер де суретшінің қолы болмаса да, ол басқа да мүше жеріне сала алады, бірақ та бояусыз, құралдарсыз ол сурет сала алмайды. Тағы да бір теңестімеміз, ол баласыз анадай. Бала анасыз өмір сүре алмайды. Егер де ана болмаса, дүниеде бала болмайды. Және де баласыз сусыз адамдай. Адам сусыз өмір сүре алмайды, және адамның денесінде 70-80% судан тұрады. Және адам тамақсыз бір айдай шыдай алады, ал сусыз бір аптадай шыдай алмайды. Жақсы, рахмет. Енді мен мынандай сұрақ менде бірінші өзім сіздерге қоятын сұрағым. Арман тақырыбы шығармамен неге байланысты? Қай жерде байланысты? Болды нақты айтсаңыздар. Томирис? Өйткені мысалы бізде қалай сұлу поэмасында Келденбайды армансыз адам деп сипаттады. Өйткені ол арманы жоқ болған деп халық есептеген. Ал арманы болды ма оның шын мәнісінде? Негізінен болды, иә? Монтайбидің арманы не болып еді? Монтайбидің арманы? Монтайбидің арманы ол өзінің ұрпағын жалғастыратын перзенті болу еді. Жақсы. Рахмет. Кері байланыс, Ахмет. Біз дискрипторға сөйлесек, тілшілер тобы армансыз адам сөзіне ассоциация жасады. Өте керемет жасады. Себебін анықтады. Әрбір ассоциация жасаған сөздеріне өздерін әрбір топтың мүшелері анықтап шықты. Және де олардың топтық жұмысы өте қатты маған ұнады. Мен өзім жұмыс жасап жатқанда оны байқадым. Мен үшін олар өте керемет топтық жұмыс жасайды деп ойладым. Жақсы, рахмет. Қалай бағалаймыз? Кереметіне сай 2 бармақ, орташа деңгейдесі 1 бармақпен жетеді. Жақсы, рахмет сіздерге. Қол соғып, ортаға тілшілерді орындардан жайғастырайық. Және біз сіздерге бір қуат. Жақсы, рахмет. Енді сіздерге әрі қарай бізде әдебиетшілер алаңы және қалды суретшілер мен тарихшылар. Сөз әдебиетшілерде. Бізге берілген тақырып, біздің мақсатымыз қалай сұлуда композициялық ғылым жазу. Және оның ой желісін анықтау. Қалай сұлу жолап шапқыншылығы, яғни алкоголь ислама ақталыш бұрынды кезінде болған. Бұл жерде екі жастың жолбарыс арқылы махаббатынан айырылу туралы айтылған. Композициялық құрылымды бастайтын болсақ, басталуы руы ойбас қыпшақ орта жүзде монтай деген бидің руы. Сіздер қазір қарап отырыңыздар, мұқиятында келісесіздер, келіспейсіздер, ойларыңызды айтасыздар. Байланысы тоқтадан туылған ұлы қайтыс болып ас беруі және де жігіттің сөз айтуы. Даму монтайдың армансыз Келденбайға барып, Келденнің сырын Монтайға айтуы. Жақсы, қарай.
бізде шарықтау шегі Құралай мен Келденнің сиқырын қамақханадан қашуы. Ал шешіміне келетін болсақ, шешімінде бізде Құралай сұлуды жолбарыс талап өлтіреді, талап алады. Және Құралай Келденге өзінің отбасымды құр деп менімен бірге өліміне қарсы болып, өзінің батас береді деп соңғы сөзін айтады деп айтуға болады. Сол? Жақсы, енді қараңыздар, мына жерде мынандай ой бар. Шығармаға жалпы кіріспе деген нәрсе бар, экспозиция деген нәрсе, яғни бұл жерде бірден Құралай сұлу поэмасы басталып кетті, Құралай сұлуды ашып кетті. Басында не болды? Басында Монтай деген бір елде әділ би болады. Сол бидің жаңағы елін басқаруы, оның халқының жаңағы Монтайға деген көзқарасы өте жақсы болуы, оны құрмет етіп, жаңағы мәселе болған кезде, оны Монтай шешсін деп отырған еді. Сол бірінші Жақсы. Яғни бұл шығарманың кіріспесі деп аталады, экспозициясы. Басталуы негізі оқиға Келден байдың әңгімесінен басталады. Рахмет. Қалай бағалаймыз қаны? Бағалаймыз. Жақсы, кері байланыс кім айтады? Сабина. Дескриптор бойынша кері байланыс бере қойыңыз. Әдебиетшілер тобына. Дескриптор бойынша әдебиетшілер тобына кері байланыс бергім келеді. Бұл жерде шығарманың композициялық құрылымы жақсы сақталған, және топтық жұмыстары жақсы, және ой желісін жақсы сақталған. Жақсы. Яғни ашып тұрма әр бөлімі композициялық құрылымның әр тақырыбы өзінің бөлімдерін ашып тұрма? Келе ме? Сәйкес келе ме? Жақсы. Рахмет онда сіздерге. Сіздерге де бір қуаттан және біздің қошеметіміз. Ары қарай отыраймыз. Отыра ғой. Жақсы. Енді бізде ары қарай келесі қалды тарихшылар алаңы және суретшілер. Келіңіздер тарихшылар. Шыға қойыңыздар. Сөз сіздерде, микрофонда сіздерде. Бастайды. Бәріміздің назарымыз тарихшылардан. Жарайды, жасайды ғой. Қалай сұлу поэмасында бітірген тақырып? Сіздерге берілген тақырып. Тақырыпқа қатысты тарихи оқиғаны анықтаймыз. Тарихи деректер келтіреміз. Қалай поэмасында келтірген тарих оқиғалар ол бізде жоңғар шапқыншылығы. Жоңғар шапқыншылығы Қазақстан қазақ хандығы құрылғаннан бастап 18-ші ғасырдың 50-ші жылдарына дейін қалыптасқан. Ақтабан шұбырынды қазақ халқының тарихындағы ашық қасірет. Отан басына күн туған аса қайғылы кезең 1723 жылдан бастап 1727 жылға дейін болған. Жоңғарлар Түркістан, Сайрам, Ташкент қалаларын басып алды, нәтижесінде жылға жуық жауынгерден айырылды. Және 1723 жылы ені көшуге қоныстан жиналып жатқан қазақ халқына тұтқиылдан қалмақ жауынгерлері шабуыл жасады. Жақсы, сонымен кім толықтырады? Қандай жалпы тарихи оқиғаларға келсесіздер ме? Осындай оқиғалар болды ма көріңіз? Сонда бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Қалай сол жалпы өмірде болған ба, болмаған ба? Қандай қорытынды шығаруға? Өмірде болған. Яғни шығармадағы оқиға ол өмірде болған шығарма ма? Әлде бір аңыз әңгімеге еске қонған шығарма? Өмірде болған оқиға, болған шығарма, болған кейіпкерлер. Ендеше бұл шығармаларды біз жалпы кәдімгі біздің тарихымыз деп тануға болады. Енді сіздерде алдарыңызда жаңа мәлімет болды. Жалпы Құралай сұлу кесенесі туралы бар. Қаны айтып жіберіңіздерші, отыра қойыңыздар. Қалай бағалайсыздар? Жақсы, кері байланыс, тарихи оқиғаларға байланыс. Қандай кері байланыстар айтамыз? Айтпағандарды айтайық, басқа. Айта қойыңыздар. Расыл, аяғыңыздар. Тарихшылар тобы тақырыпқа қатысты тарихи оқиғаларды анықтады және тарихи деректерді келтіре отырып бізге өзінің ойларын жеткізе алды. Жақсы, рахмет. Сіздерге де бір қуаттан және келесі бізде
ендеше жаңағы оқиғамен суретшілер дайын болғанша дейін айтып жіберсеңіздер, қандай кесене туралы жаңағы ақпарат қалай? Кім айтады? Әйгерім? Бұл жерде Мойынқұм ауданындағы сол кесенесі халық үшін қасиетті орын деп саналады. Бұл бізде аңызда болған. Және де туралы шығарма, ол халық аузында қалып қойды. Аңызда естелік қалдырды. Жақсы, бұл жалпы бүгінгі кесене қай жерде орналасқан? Қазір кесене жеріне бұл жерде Мойынқұм ауданында орналасқан. Суретшілер сіздерге микрофон болып жіберіледі. Кім бастайды? Қараңыздар, суретшілер тақырыпты ашқан ба, тірек сөздерді анықтаған ба? Біз суретшілер және бізге берген хаттық тірек сөздерді анықтап, оған бірнеше сурет салу керек. Бірінші мына сурет, бұл жерде бізде жоңғар шапқыншылығы кезіндегі ауылдардың жағдайы, яғни жоңғар бар бір ауылға шабуылдап, оны өлтеп, сол ауылдың тұрғындарын өлтіріп тұтқынға алған. Бұл шығармада Келден батырдың ауылына, яғни жоңғар шапқыншылығы болады, және ол өзінің ауылы үшін кек аламын деп өзі тұтқынға түседі. Жақсы, рахмет. Екінші суретшілерге шайқас. Келден мен қалай су қашып бара жатқан кезде сейхунның жолда ойлағаны көріп қалып, сол кезде Келден мен дауыл шайқас болады. Жақсы, бұл шайқас, яғни сөз. Бірінші тірек сөздеріңіз не? Жоңғар шапқыншылығы, екіншісі шайқас. Жақсы, келесі. Үшінші бізде жолбарыс. Бұл жолбарыстың бейнесін бейнелеу себебіміз. Шығарманың соңында құралай сұлуды талаған жолбарысты бейнелесіміз. Ой, бөліп жүріңіздер. Яғни жолбарыс екі ғашықтың қосылмауына себеп болды. Сондықтан жолбарысты бейнелесіңіздер. Жақсы. Бізде соңғы сурет ол Құралай сұлудың жолбарыстың талаған суреті. Бұл шығарманың ең соңында жолбарыс Құралай сұлудан таланып, ол қарын артып жатыр. Және негізі бізге уақыт жетпей қалды, негізін аяққа Келденнің суретін салғымыз келген. Екеуі махаббаттарын қия алмай, аяқта қоштасып жатқан еді. Жақсы, рахмет. Қорытындылайтын болсаңыздар, айтыңыздар қандай сөздер? Құралай сұлу, жолбарыс, шайқас, жоңғар шапқыншылығы. Қалай, ұнап ма суреттер? Жақсы, кері байланыс. Ерекше ұнатау деп суретшілер тобының жұмысы. Кері байланыс айтпағандар айтатын болайық. Тағы кім? Тағы кім айтады? Айтпағандар. Ал, айта қой, Абунасыр. Абунасыр, мына жаққа қарай қарап, көпшілікке айтамын. Менің ойым, бұл топ жақсы жұмыс жасады. Себебі дескриптора қараған кезде олар тірек сөздерді тапты, және 2-3 сурет салды, және суреттері өте әдемі. Яғни тақырыптың мазмұнын ашады. Тағы да толықтырамыз ба? Кім кері байланыс береді? Жанерке? Суретшілер романның жалпы жұмысы маған өте қатты ұнады, өйткені біріншіден дескриптор бойынша олар тек сөздерді анықтады, және де 2-3 суретін салды, 2-3 емес, тіпті 4 суретін салды. Суреттер енді өте ерекше, 7 минутта бұндай шығармашылық енді адам бойында дарыған таланттардың бірі деп санаймын. Жақсы, рахмет. Онда азаймас. Жақсы, орындарыңыздар. Жақсы, Әйгерімге қосымша жауап, қосымша бір бал. Енді балалар, ағай, жақсы біз топпен өте жақсы жұмыс жасадық. Енді қазір сіздерге жаңа сіздердің параллель сынып бар. Сол параллель сыныпта оқитын Әсел сіздерге хат жолдаған екен. Яғни оны қазір экраннан да көруге болады. Экранға
аударайын және мен сол хаттан сіздерге оқып берейін. Яғни Әселдің айтуынша, Әсел мынандай хат жолдайды. Жалпы бүгін шығармада сіздерде жаңа арман деген мәселе қозғалды, бір сөз қозғалды. Тағы қандай құндылықтар қозғалды? Арман, тағы қандай? Махаббат, сенім деген құндылық болды. Тағы шындық, аманатқа адалдық, тағы Армансыз адам болмайды. Армансыз адам болмайды. Жақсы, осындай құндылықтар туралы айттық. Енді Әселдің хатында былай деп жолдайды. Ең соңында Келденбай әттең мен арманыма жете алмадым деді. Өкініш бар. Келденде де арман бар екен. Армансыз ол керемет қанша баласы болды Келденде? 18 баласы, 18 ауыл болып отыр. Бірақ сөзде отырып, онда арман бар. Оның арманы не болды екен? Әсел соны білгісі келеді. Қалай ойлайсыздар? Арманы не болды? Басқа тағы да ойланыңыздар. Көппен бірінші ойланыңыздар. Ойланыңыздар. Жақсы. Ақылдасақ, бір-бірімізді толықтырамыз. Бізде кім айтқан жоқ, Аружан айта ғой. Аружанды толықтыруға да болады. Менің ойымша, ол ойланған болған, ол Сейхун ханның өлтіруі керек. Сейхун ханнан жақсы. Енді неліктен деген әрі сұрақ қойды. Неліктен Сейхун ханнан өткен болмашы болды? Тұрмысқа шығуға қайымызы көзі. Сосын және де ол жаңағы Келденге айтқан болады. Мен сені босатамын, бірақ сен қаныңда, жаныңда боласың, бізге сын боласың. Яғни жоңғарға қызмет жасайсың деді. Жақсы. Яғни ол өзі сол үшін жалғыз деді. Тағы арманы болды ма? Тағы да, менің ойымша тағы да бір арманы болды. Ол қалай сұлуға үйлену, яғни қалай сұлуды өзінің қызы етіп, өзінің жары етіп қойды. Жақсы. Рахмет. Яғни ол да арман, ол да орындалмай қалды, иә? Орындалмай қалған арман. Сіздердің армандарыңыз бар ма? Бар ғой, өздеріңіз айттыңыздар, армансыз адам болмайды дедіңіз. Ал, мен сұрағым келеді, арман, өздеріңіз айтыңыздаршы, біреу айтқысы келе ма? Әлде арманды айтуға болмай ма? Арманға жету жолы не ол? Мақсат қою, иә? Ендеше, айтасыз. Барлық жаңағы елдердің ең керемет дәрігері болу. Мен ол арманыма ақырындап қадамдармен басып келемін. Мен қазірден медицина ғылымдарын оқып бастадым. Биология және химия пәндерінен көп тәжірибе жасадым. Жақсы, тәжірибе жасадыңыз. Ал мұрасында арманы? Менің арманым ол біздің Қазақстан еліне үлкен бір еңбегі сіңетін дипломат болу. Яғни мысалы қазіргі таңда Украина мен Ресей мемлекеттері өзара келіспеушіліктен соғысып жатыр. Ал мен осындай соғыстардың болмауынан жай халықтың зардап шекпеуі үшін мен оларға дипломатия арқылы ондай келіссөздер жүргізу. Келіссөздер жүргізу. Барлығы сөзбен шешуге болады ол негізі. Күш көрсетпей сөзбен шешуге болады. Жақсы, рахмет. Енді қазір ары қарай келесі сіздерде осы шығармада негізгі кейіпкерлер бар бізде. Осы шығармадағы кейіпкерлер арқылы біз қазір сіздермен мен кіммін деп аталатын ойын ойнаймыз. Ол үшін маған бірнеше оқушы керек болады. Және біз бұған дейін де ойнағанбыз. Яғни сіздер балалар, мен бірнеше кейіпкерді жасырамын. Сіздер сол кейіпкерлердің іс-әрекеті бойынша көпшілікке сұрақ қоясыздар. Сіздер иә немесе жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы, иә? Так, басқа айтпай отырғанда. Фамилиясы келе ғой? Фамилиясы? Ашық микрофон аяқ қалды.
Ал Томириске берілетін кейіпкер. Сұрақ қойыңыз. Мен шығармадағы ер рөлін Шарман сонда мен қаладығымын ба? Жоқ. Іс-әрекеттері бойынша. Шармада мен армансадам деп. Жоқ. Мінез құлқы, іс-әрекеті, портреті болады. Мен ханмын ба? Сен кімсің? Сонда үш аңда сұрақ қойға болады. Одан кейін жауап айту керек. Сен кімсің? Мен Сен кімсің? Нақты іс-әрекет, мінез құлық, портрет бойынша. Жақсы. Минура бізде шыққан жоқ. Минура. Келе қойыңыз. Қара. Мен шығармада Жоқ. менің сүйікті адам шығармын. Жоқ. Менің арманым бар. Жоқ. Арманым жоқ адам ба? Ал. Сен? Үш аңда сұрақ қойдық біз, иә? Қойды ма үшеу? Қойды. Мен мұндай беймін бе дейді. Мұндай беймін деп нақты айтты. Дұрыс па? Жоқ. Сен кімсің? Жолбарыссың. Жақсы. Балалар, жақсы. Сонымен біз бүгін сабағымызда жалпы кейіпкерлерге тоқталдық. Композициялық құрылымын айттық, иә? Бірнеше шығармалардың өзіне тоқталдық. Енді сіздер қазір өздеріңіздің жалпы бүгінгі сабаққа кім үздік қатысты, немесе қандай үздік ой болды? WhatsApp желілеріңізде бір-бірлеріңізге кері байланыс берсеңіздер. Біздің WhatsApp тобымыз бар ғой, әлеуметтік желі, иә? Соған бір-біріңізге кері байланыс берсеңіздер. Яғни бүгін мен сабақта мына баланы ерекше атағым келеді, немесе мына жұмыс ерекше ұнады, несімен ұнады деген бір-бір сөйлемден жазсаңыздар. Бір-бірімізге кері байланыс. Шынайы, объективті түрде жауап береміз, объективті түрде береміз. Жақсы, WhatsApp желісіне жаза беріңіздер. Абай атамыздың ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толып боласың елден бөлек деген сөзін басшылыққа ала отырып, ақыл, қайрат, жүрек жайлы өздеріңіз бүгінгі сабақтан қандай ақылдарыңызға қалай толықтырдыңыздар, немен толықтырдыңыздар, соны жазып, немесе жүректеріңізге бүгін не алдыңыздар, қандай қасиет алдыңыздар, немесе қолмен қандай жұмыс жасадыңыздар, сол әрқайсысын өздеріңіз білесіздер. Үшеуіне де жабыстыруға болады, немесе біреуіне ғана қайсысы басым болды. Мынау тақтаға қараңыздар, мына жақта соңғы партада қараңыздар. Соңғы партада ақыл, қайрат, жүректің бізде моделі бар. Жүректің, мидың және қолдың моделі. Осыған барып жазып өздеріңіздің түйгендеріңізді жазасыздар. Түсінікті ма? Түсінікті. Әзірге біз рефлексия жазғанша дейін пікірлерімізді Нұрасыл бізге кішкене күй шерсін. Жақсы балалар, барлығымыз жазып қоя рефлексияға ілді. Жүректеріңізге түйгендеріңіз өте көп екен, ол өте жақсы. Жалпы Абай атамыздың өзі айтады. Ақыл, қайрат, жүрек үшеуі араз болсаңдар, мен кімді жақтадым дейді? 17-ші классында айтады ғой. Мен жүректі жақтадым дейді, дұрыс айтасыздар. Яғни жүректі жақтадым. Жүрекке бағыну керек. Жүрек жамандық жасамайды, жамандық ойламайды. Енді сіздерден қуат көздеріңіз жаңа таратылды. Бірінші топта қанша қуат көзі бар, және жекелеген адамда ең көп қуат көзі кім деген. Әдебиетшілер тобы қанша қуат көзін жинадыңыз? 13 қуат көзі бар. Ең көп жинаған кім? Ең көп жинаған қуат көзі кім?
Nurila мен Gülnaz. Жақсы. Сіздерде тарихшылар тобы қанша қуат көзі бар? Bizde 6 қуат көзі бар және кім жинады ең көп? Екеуіңіз, иә? Жақсы. Сіздерде 13 тілшілер тобында 13 қуат көзі кім көп жинады? Жанерке. Сосын бұл ма? Жанерке ең көп жинаған екен. Суретшілер 14 қуат көзі бар екен. Және ең көп жинаған кім? Айзере мен Нұрас. Өте жақсы. Зерттеушілер 8 қуат көзі және жақсы. Ақжібек пен Сымбаттама? Ақжібек те ғана. Ақжібек те ең көп қуат көзі. Жақсы, рахмет. Балалар, бүгін сабаққа белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгінгі сабақтан өздеріңізге түйгендеріңіз көп болған шығар. Ендеше барлығымыз бір-бірімізге қосылып